Айыртау ауданында Айғанымға арналған мазар ашылды. Сондай-ақ Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау аясында ғалым этнограф Шоқан Уәлиханов 180 жылдық мерейтойына арналған ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткерлері, профессорлар, ғылым кандидаттары арнайы шақырылды. Айыртау ауданы Сырымбет ауылында Айғаным мазарының бой көтеруі кездейсоқ емес. Айғаным ұлы ғалым, шығыстанушы Шоқан Уәлихановтың әжесі. Балалық шағын Сырымбетте өткізген Шоқанның рухани жағының өсуіне ол үлкен үлес қосқан. Айыртаулықтар мазардың бой көтеру үшін арнайы есеп шот ашып, еріктілердің қолдауына жүгініпті. Нәтижесінде жергілікті кәсіпкерлер мен тұрғындардан 4 миллион теңге жиналған. Елді аралап, бәрбір ауылдарға барып, әрбір округқа барып, жекеменшіктермен кездесіп, КХ дейміз, ТО-лармен кездесіп, бастықтармен соларға счетты беріп, содан кейін сол қаражат солай жиналды. 2-3 проект болған, сол осы проектті біз міне таптық. Бізге осы лайықты жарысатын проект. Осыны салдық. Оған бізге мына мәдениетте үлкен мешіт салынды, соның құрылысшыларын, соларды біз шақырдық. Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына орай айыртаулық мұғалімдер мен оқушылар арасында аудандық әкімдік пен білім беру бөлімінің ойтастауымен шығармалар сайысы ұйымдастырылыпты. Айтулы күні байқау қорытындысы шығарылып, үздік деп танылғандар аудан әкімінің марапатына ие болды. Бұдан кейін қонақтар Ұлы дала елінің жарқын жұлдызы атты ғылыми тәжірибелік конференцияда бас қосты. Жиында ашқан Ағзам Тастеміров Шоқанның өмір жолына қысқаша шолу жасады. Аса дарынды қазақ халқының ғылыми өзінің қысқа өмірінің ішінде ғылым саласындағы жеткен орасан зор табыстарымен ерекше таңғалдырады. Туған халқының тағдыры оны терең толғандырып, өз халқының Европадағы және бүкіл адамзаттық өнер білімді игеруіне бастап жол көрсетуді басты мақсат етті. Жиынның негізгі мақсаты тарихи тұлға ғұлама Шоқан Уәлихановтың есімін ұмыттырмау, өмірі мен еңбек жолын өскелең ұрпаққа үлгі ету. Конференцияға арнайы шақырылған Қазақстан заман жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Мешітбайқызы шара ұйымдастырушыларына ризашылығын білдірді. Қашанда халыққа ақын ортақ, батыр ортақ, ғалым ортақ. Мінекей Шоқан тек қана біздің мақтанышымыз емес, шығыстың жұлдызы болып тегінен тегін аталған жоқ. Мерекелеріңізбен, құрметті ағайындар. Мерекеміз құтты болсын, егемендігіміз қашанда, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз аман болсын. Осындай тамаша игі істер қашанда көбейе берсін. Ғылыми конференция қатысушыларының баяндамалары түрлі тақырыпта болды. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Раушан Көшенова отандық ғылым тарихындағы Шоқан Уәлихановтың орны тақырыбында баяндама оқыса, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің профессоры Қадыржан Абуов ғалым мен демократиялық орыс зиялылары арасындағы байланыс туралы айтты. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Жанбай Қадыров ағартушыны эпос жанрын зерттеуші ғалым ретінде қарастырды. Шоқан Уәлиханов сол кездің өзінде көптің пікірлер айтқан сұңғыла ғалым. Қазақ халық поэзиясының түрлері атты зерттеу еңбегіне халықтың әдебиетін, оның қоғамдық әлеуметтік өмірмен тығыз байланыстыра қараған, әсіресе қазақ поэзиясының халықтық сипаттарын ерекшелеген, поэзияны халықтың рухани серігіне балаған. Ғылыми тәжірибелік конференция Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сызды драма театрының әртістері мен жергілікті өнерпаздар әзірлеген мерекелік концертке ұласты. Фариза Жазитова, Азамат Жантурин, Ақпарат.